Сәлеметсіздер ме құрметті көрермендер, арнама қош келдіңіздер. Қарғалар, бұл құс түрлерін күнделікті ортада кездестіріп жүрген боларсыздар. Иә, оларды кез келген жерден кездестіруге болады. Бүгін біз осы құстар жайында айтатын боламыз. Қарғалар, топталып өмір сүретін, адамдарға ұнамайтын жағымсыз құстар. Адамдардың бұл құстарды ұнатпау себебі көп әрине. Бұл құстар қоқыс жәшігін ақтарып, қоқыстарды шашып кетеді. Үй жануарларын әсіресе тауықтар мен иттерге көп шабуылдайды. Егістік пен бақшаларды талқандайды. Өз басым, қарғаларды ұнатпаймын. Ал сіз ше, комментарийге жазып кетіңіз. Біріншіден, қарғалар өте ақылды. Олардың интеллектісі 5 жасар баланікіне тең. Яғни сіз өзіңіз ақылды деп санап жүрген кез келген жануардан ақылды. Олардың әдеттегі тамақ қалдығын жартылай су құйылған ыдыста тас тастау арқылы алып жүрген видеоларын көріп жүрген боларсыздар. Және де олар қатты жаңғақты аспанға алып ұшып қайта жерге лақтырады, сосын шашылған жаңғақтың дәнін теріп жейді. Ал Токиода олар бағдаршамның үстіне жаңғақты жолға тастайды. Сосын қызыл түс жанғанда жаңғақтың дәнін теріп жейді. Осыдан кейін олардың қаншалықты ақылды екеніне көзіңіз жеткен болар. Ал сіз ақ түсті қарғалар жайында естіп едіңіз? Иә, олар табиғатта бар. Оны альбинизмге жатқызуға болады. Бұл бояғыш пигменттің жетіспеушілігінен болады. Бірақ бұл қарғалар табиғатта ұзақ өмір сүрмейді. Ақ түспен олар аң аулай алмайды және жыртқыштардан қорғана алмайды. Сол себептен біз оларды көп кездестіре бермейміз. Қарғалар моногамды құстар. Олар жұп немесе серік тапқан соң бүкіл өмірін сонымен бірге өткізеді. Егер оның серігі немесе жұбы өліп қалса, ол басқасын іздемейді. Қарғалардың тілі өте жақсы дамыған. Олар 300-ге дейін түрлі дыбыс шығара алады. Ғалымдардың айтуы бойынша, олар тоты құстан да көп сөз айта алады. Сіздер қарғалар 200-300 жыл өмір сүреді деп естіген шығарсыздар. Бұл жалған ақпарат. Қарғалар небәрі 20-30 жыл ғана өмір сүреді. Жақсы жағдайда 50 жылдан 75 жылға шейін өмір сүруі мүмкін. Барлық елдерде қарға жамандықтың хабаршысы болып есептелінеді. Яғни олар кейбір елдерде ұрлықтың символы болса, ал кей елдерде өлімнің символы. Қарғалар үнемі топталып жүреді. Табиғатта тек екі тіршілік иесі бір-бірімен топталып төбелеседі. Олар адамдар мен қарғалар. Қарғалар топталып бір-бірімен төбелеседі және топталып басқа тіршілік иелеріне шабуылдайды. Оларды сіз қолға түсірмек түгіл атып өлтіре алмайсыз. Олар өте ақылды болғандықтан сізге мүлде ұстатпайды. Егер сіз оларға тұзақ құрып кетсеңіз, олар сіздің құрып кеткен затыңыздың тұзақ екенін біліп тұрады. Сонымен достар, видеоны аса лайк басып, арнаға тіркеліп кетіңіздер. Қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Келесі көріскенше сау болыңыздар.